Айдос мырза, осы соңғы уақытта жопсистің мәселесіне қатысты ақпарат құралдары бәрі бір жақты пікір айтылып кетті. Енді кейбір азаматтар айтып жатыр, бүкіл қазақ елінің ақпарат құралдары кімнің қолында екені белгілі болып қалды. Енді бұл өкінішті жағдай, енді қасірет барлық адам басына келеді, бірақ осы жөнінде өз пікіріңізді айтып кетсеңіз. Мені осы істе өзім біраз шетелде жүргендіктен біраз істің барысы туралы кішкене хабарсызбын, бірақ енді естіген көргеніне бір таңғалғаным, журналистің әңгімесі жарайды, өзі бір төбе болса да, мынау мерт болған қазақ жігітінің әңгімесі мүлдем далада қалды. Тіпті кейбір енді оңбаған адамдар мынаны қорғау органдары әдейі істеген, өлік тапар машинасының астына тастаған деген әңгімеге дейін сондай бір берекесіздікке, сондай бір иттікке барып деп айтуға болады. Сол енді шынды қанды қарайды екен. Шын мәнінде енді бұл жерде енді бірнеше нәрсені бөліп алып көру сияқты. Біріншіден енді ол саясаткер адам. Саясаткер адам болғаннан кейін енді өзін өзі күтіп жүрген де абзал. Өзінің мысалы үшін барып толығымен жаңағы шопыр жалдауға да басқасына да мүмкіндігі бар дейді. Екінші жағына қараған кезде бір жақтылығы таңғалдырады. Барлығы тек қана осы бір позициядан ғана айтып отқан сияқты. Ал шын мәнінде адам трагедиясы болды. Шын мәнінде осындай жағдай болды деген кезде кішкене бәрі шетте қалып жатқан сияқты. Меніңше саясиландырудың да шегі болу керек, оның да ұяты болу керек деген сияқты. Осы жерде мысалы қазақ топтасып бірін-бірі қорғай қалса трайбалист деп шыға келеді. Енді қазір көріп жатырмыз, бір жопсисті қанша мыңдаған ұйымдар қорғап жатыр, бұлар жаңағы корпоративті ұлт ретінде есептелінеді. Ол бір жағынан, екінші жағынан енді мына жерде мынадай бір нәрсені аңғартуымыз керек сияқты да. Біріншіден жаңағы дұрыс айтып отырсыз, өзінің азаматтарын қорғау деген сияқты әңгімеде енді біз өзіміз кейде шорқақтық танытамыз. Үлгі алуымыз керек. Үлгі алуымыз керек. Кезінде анау шаңырақтың жігіттері бар, басқасы бар, сол кезде біз осындай ауызбіршілік таныта білген жоқпыз, шынын айту керек. Бұл бір жағы, екінші жағы бар бұның. Біз мынадай бір нәрсені ұмыта беретін сияқтымыз. Біздің саяси жүйеміздің өзі, сот жүйесінің өзі әбден тығыраққа тірелген сонша кез келген шешіміне күдікпен қарайтын жағдайға жеттік. Әсіресе мынау шет жақта. Біз мысалы үшін барып егер өзіміздің соттың бәрісі ашық болатын болса, егер соттың бәрі айқын жүріп жататын болса, мұндай сұрақтар туындамас па еді деген әңгіме шығады. Бұл енді бүкіл өткен мәселенің бірі.